Бәріңізге сәлем. Бүгінгі видеода сіздерге өте қарапайым ингредиенттерден тұратын өте дәмді осындай морковный пирогтың рецептімен бөлісемін. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, бұл пирог сіздердің де көңілдеріңізден 100% шығатынына сенімдімін. Пирогқа қажет құрамдардың барлығының мөлшерін мен астына жазып қалдыратын боламын. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз, оның үстіне қант саламыз. Енді екеуін жақсылап ағарғанша шамамен 2-3 минуттай миксерлеп аламыз. Осылай ағару керек, бұны венчикпен де жасауға болады бұл пирогты. Осыдан кейін үстіне сұйық майды қосамыз және тағы да миксерлеп аламыз. Мына ыдыста менде електен өткізілген ұн, қамыр қопсытқыш және корица бар. Осы үшеуін өзара араластырып алдым. Енді жаңағы жасап жатқан массамызға 3 бөліп саламыз. Бір-бірден салып миксерлеп отырамыз. Барлық ұнды салып болдық. Осыдан кейін үккіштен өткізілген сәбіз саламыз. Бұл ешқандай піскен емес, кәдімгі. Менде бұл бір үлкен сәбіз болды. 250 граммына қарап саласыздар. Осылай лопаткамен дұрыстап араластырып алдым. Пирогтың тестасы осылай өте тез дайындалады. Енді формада 22 диаметр менде. Осыда біз 180 градуста пісіріп алатын боламыз, шамамен 25-30 минутта. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Сіздермен болған мен Жаннұр. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.